Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Соңғы күндері ғалам сіздің өз бойыңыздағы ауырлықты, ішкі қорқынышты, бойыңыздан өткен қиындықтарды тағдырыңыз арқылы өзге бір адамның бойынан айна сияқты көрсетіп жатыр. Сіз өз жолыңызда, өз тағдырыңыздың оқиғаларын өзіңізге ұқсас адамның өмірінен көріп отырсыз. Бірақ шын мәнінде ол адамның тағдыры емес, бұл сіздің тағдырыңыздағы қабылдай алмай жүрген көлеңке тұстарыңыз. Мысалы, алдыңыздағы адам сіздің бойыңызда әлі де емделмеген, мойындамаған, қабылдамаған қасиетті немесе жараны көрсетіп тұр. Ол сіздің көлеңкеңіз. Мәселен, егер сіз біреудің бала үсті-үстіне туа беретінін көріп, оған ашулансаңыз, бұл сіздің өзіңіздегі ойланбастан іс жасау, жауапкершіліксіз әрекет ету қасиетіңізді көрсетеді. Ғалам сізге осы тұсыңызда айна арқылы көрсетіп, оны қабылдауға шақырып тұр. Қазір ғаламда екі айна энергиясы белсенді. Бұл кезеңде бізге берілген негізгі сабақ басқадан өзімізді көру. Сыртқы әлем ішкі әлемнің айнасы екенін ұмытпаңыз. Қазіргі жер өрісінен шығып тұрған энергиямды сана деңгейінде өлтіріп қайта тудыруда. Бұл энергия сізге бәрін білетіндей сезім береді, бірақ артынан санаңызды күлге айналдырып, оны қайта құрастырады. Бөлшектеп, әр тәнді, әр жанды, әр сананы, әр жүректі жеке-жеке сынақтан өткізеді. Себебі жыл соңына таяған сайын ғалам бізден сұрайды: бір жыл бойы не үйрендің, не түйдің, ақылың өсті ме? Себебі 2026 жылдың қуаты мүлде басқа. Қазір ғалам сіздің рухани бірліктеріңізді тексеріп тұр. Сондықтан өзіңіздің ішкі биігіңізде қалыңыз, рухыңыздан айнымай өзіңізге берік болыңыз. Біз қазір рух ретінде тәжірибені қасықтап, қиналып жинаудамыз. Әр белеске көтерілу бұрынғыдан қиын, сана мен жүрекке ауыр салмақ түсіп тұр. Энергия орасан зор, бірақ ол тазалану мен жаңару энергиясы. Қазір ғаламдық күштер бұлай дейді: әркім тек өзімен өзі болсын, өзімен айналыссын, біреудің ісіне араласпасын. Қазір өз ішкі әлеміңізбен жұмыс істейтін, өзіңіз осал тұстарыңызды мықтылыққа айналдыратын кезең. Ғалам біреумен емес өзіңмен алыс деген белгі беріп тұр. Себебі қазір энергия сондай, сен айналаңдағы адамдардан өзіңді көресің. Сол себепті өз жараңды, өз осалдығыңды басқадан іздемей, өзіңнен ізде. Ішкі тірегіңді нығайтып өзіңе сен. Бұл уақыт ішкі тұрақтылық пен рухани бірлік кезеңі. Қазір энергия ағыны ерекше. Ғалам бір жылдың ішіндегі бүкіл энергияны жинақтап, оны бір айдың, тіпті бір күннің ішіне сыйғызуда. Бір жыл бойы өткерген барлық тәжірибені сана мен рух қазір қысқа мерзімде қайтадан сезініп, бейімделіп жатыр. Егер осы қуатты кезеңде шайқалмай, аяқтанып тұрғыңыз келсе, сыртқы шудан алыстаңыз. Ішкі кеңістігіңізге, жан тыныштығыңызға көңіл бөліңіз. Сонда ішкі бос кеңістік Құдайдың жарық энергиясымен толады. Есіңізде болсын, қазір уақыт та кеңістік те маңызды емес. Маңыздысы мән мен мағына. Әр сәттен мән табыңыз, әр оқиғадан жақсылық көріңіз. Өйткені дәл осы сәт сіздің рухани жаңаруыңыздың кілті. Ғаламның заңдылықтары біз ойлағаннан да күрделі, тылсым әрі жұмбақ. Кейде сізге кітапты көрсетіп тұрып, оның артындағы жазуды көрмей қалуыңыз мүмкін. Суды көрсете отырып, артында тұрған тауды байқамауыңыз мүмкін. Дәл сол сияқты қазір ғалам бәрін жұмбақтап, астарлы көрсетіп жатыр. Сондықтан не істесеңіз де, не шешім қабылдасаңыз да асықпаңыз, ойланыңыз. Себебі ғалам қазір адамды рухани биіктеуге үйретіп жатыр. Ал биіктеу әрқашан ішкі күшті, шыдам мен беріктікті талап етеді. Енді қараңыз, неге ғалам бізге өз жолымызды басқалар арқылы көрсетіп отыр? Себебі ішімізде еш жазылмаған жара қалмау үшін. Өйткені ауыр тәжірибелері қайта айналып сол бір нүктеге қайта сақтауымыз үшін.
Бұл айналымда тек өз бойыңда түсініп, онымен жұмыс істей бастағанда сол тәжірибе жара болып қайтып келмейді. Сен оны елемейсің, жарыққа айналдырмайсың. Міне нағыз биіктік осы. Кейде біз бәрін білемін деп ойлаймыз. Өзімізге тым көп жүк артып қаламыз. Бірақ бір күні өзімізден бір күн болсын бұрын ит көйлек тоздырған, өмір көрген жандарды тыңдайтын уақытта келеді. Сол сәтте түсінеміз, бәрін білем деудің қажеті жоқ екен. Шын мәнінде біз әлі де көп нәрсені білмейміз. Кейде үлкеннің жасын сыйлап, үндемей қалу адамды талай биіктікке көтереді. Ғалам қазір барлығымызға бір ғана нәрсені айтып тұр. Үндеме, өз-өзіңмен бол. Ішкі күйіңді дұрыста, басқаны емес өзіңді түзет. Сол кезде ғана өмір өз ағынымен жеңіл, табиғи түрде ағады. Жердің кеңістігі әлдеқашан ауысты. Бірақ өкінішке қарай оны дәл өлшеп зерттей алатын аппарат бізде әлі жоқ. Тіпті НАСАның да қазіргі технологиясы бұл деңгейге жете қойған жоқ. Алайда рухани және тылсым деңгейде біз қазір жаңа жерге айналып қойдық. Жоғарғы әлемдерде адамзатқа енді жаңа планетаның өкілі, жаңа кеңістіктің тұрғыны ретінде қарайды. Бұрынғы Гая тауы ғарыштың тізімімен алынып, оның орнына Замфус деген жаңа атау енгізілді. Бұл ескі мен жаңаны бір кеңістікке сыйдырған, екі дәуірді біріктіріп, бір жаңа өркениет бастаған дегенді білдіреді. Қазір біз жаңа планетаның адамдары, жаңа заңдылықтар мен жаңа энергия ағынында өмір сүріп жатқан рухтарымыз. Бұл ұлы процесті жүзеге асырып жатқан біздің рухтарымыздың өздері. Көп рухтар бұл сәтті қасиет көздерімен көріп, сезіп отыр. Бұл ғаламдық қайта туу, ана жердің және адам рухының жаңаруы. Осы жолда ғаламды зерттеп, азды көпті түсінгеніміз, рух ешкімді ешкіммен салыстырмайды. Ол тек өз даму жолында жүреді. Ешкімге еліктемейді, ешкіммен бәсекелеспейді, өз жүрегімен жүріп, өз ішкі үніне құлақ асқан адамды рух пен ғаламның күші, қасиет жолында да, өмір жолында да жетелеп, оның кеңістігін ұлғайтып, ұлы масштабқа, ғаламдық деңгейдегі санаға көтереді. Сол сәтте адам қасиеттің қабаттарын, ғаламның терең сырларын аша бастайды. Ал салыстырумен қызғаныш пайда болғанда өмірдің де, қуат көздерінің де ағымы баяулайды. Энергия тұрып қалады, жүрек тарылып, сана тарылады. Міне сондықтан қазақтың ежелгі даналығы: ешкіммен ісің болмасын, өз алдыңа жүр. Тек сөз емес, терең рухани қағида екенін енді ұғына бастадық. Өзіңмен болу ең үлкен күш. Біз бір нәрсені түсіне бастадық. Рух ешкімді ешкіммен салыстырмайды. Ол әр адамның өз жолымен жүріп, өз қорқынышымен дамығанын қалайды. Әр рух бір кітап. Себебі әр адамның рухы ретінде өз жолы бар. Әркімнің өз өмірлік тәжірибесі, күйгені бар, түйгені бар. Әркімнің өз болмысы, өз талғамы, өз сабағы мен өз ғажабы бар. Сондықтан ешкімді ешкіммен салыстыруға болмайды. Әр рух терең бір кітап. Оның беттерінде қайталанбас оқиға, сезім мен сабақтар жазылған. Біз бәріміз әртүрліміз, бірақ соның өзінде бір тұтаспыз. Біріміз бір үлкен ұлы ғаламдық сананың түрлі қырлары сияқтымыз.